Қазіргі таңда журналистика бұл кәсіпке айналып бара жатқан мамандық деуге болады. Өйткені қазір екінің бірі журналист болуға талпынып бара жатыр. Оқысын, оқымасын, журналистиканы таланты бар ма, жазу біле ма, сөйлеу біле ма, болды журналистикаға келесі келеді. Бірақ ішкі кухняны былайша айтқанда біле бермейтіндер көп. Сол себепті бір напақа тапқысы келетіндер көп. Сол себепті бизнеске айналдырып бара жатқандарда баршылық, өкініштісі осы. Бірақ бұны босаңсытып жіберуге болмайды, өйткені мамандық болып қалыптасу керек. Журналистика бізге деңгейімізді жоғарылату керек. Сол себепті мамандық ретінде ұстап қалу үшін біраз жұмыс атқарылу қажет, менің ойымша. Кәсіпке айналдырудың қажеті жоқ. Менің журналистиканы таңдаған себебім, мен бала кезден теледидар көрген жақсы көретін. Өзім теледидарда ішінде болғым келіп, атаммен бірге жаңалықтар көретін, жаңалық жүргізгім келіп, сондай қызығушылық болды. Өсе келе негізінде дәрігер болуды да армандадым, бірақ кішкене сабақ үлгерімім нашар болды да, биология жағынан. Сол себепті журналистиканы қыр-сырын меңгерейін деп шештім түбегейлі. Келдім, университетке мамандығымды көрдім, түстім, оқи келе мұғалімдерден де қызығушылық арта түсті, журналистикаға деген ынтам ояна түсті. Өндірістік тәжірибеге келдім, ішкі атмосфераны көрдім. Содан кейін мен енді ары қарай осы мамандықты алып жүріп, бір бақ саласының дамуына бір үлесімді қосқым келді. Бізде салалық журналистиканы дамыту аса қажет. Бұл өте өзекті мәселелердің бірі. Өйткені біздегі журналистер әмбебап. Бір түсірілімге барасың, спорттық шара өтіп жатыр. Сен спорттан хабарың жоқ, сен оны қалай жазасың, қалай эфирге бересің, көрермен қызығушылық ояту керек. Сол себепті бір өзге елдердегі сияқты, мысалы Ресейдің тәжірибесін алатын болсақ, оларда бір спорттық бағытта жазатын белгілі бір журналистер бар. Олар танымал. Бізде мысалы Амангелді Сейітхан секілді спорт десе Амангелді Сейітхан бізге елестейді, есімізге түседі. Сол секілді экономиканы жазатын журналистер бізде өте аз. Оны университеттерде оқытпайды бізде. Сол себепті осы жағын кішкене ілгерілету қажет. Кенжелеп қалған бұл бізде салалық журналистика. Журналист әмбебап болмау керек, оның бір белгілі бір бағыты болу керек, бір саласы. Соны саланың түбін түсіріп, жілігін шағып, майын ішетін жағдайда болу керек. Сен келесің, мысалы, экономиканы жаз дейді, сен экономиканың хабарың жоқ. Оны қалай жазасың, халыққа қалай түсіндіресің? Өзің түсінбесең, сен көрермен түсінбейді оны. Сол себепті бұл біздің министрліктің қолға алып жатқан жаңағы меморандумға, Аида Ғалымқызы меморандумдарға қол қойып, сөйтіп вуздармен бір келісімге келіп жатыр, ол өте дұрыс. Оны ары қарай қолдап дамыту қажет. Мен енді өзім спортқа жақын адаммын, өзім хоккейді сүйіп көрем. Сол себепті осы хоккей бағытына бет бұрғым келеді. Өйткені бізде футбол бәрі біледі, боксты бәрі біледі, волейбол көпшілікке танымал. Енді хоккейден бізде қазақ тілді жазып жүрген, қазақ тілді көрсетіп шығарып жүрген журналистер кемде-кем. Бізде саусақпен санарлық, мысалы Жігер Әзберген комментатор, бәріне танымал хоккей комментатор. Сосын екіншінің атын ұмытып қалдым, енді ренжімес. Орыс тілділер көп. Қазақ тіліне келгенде бір жоқ. Сол себепті осы хоккейге бет бұрғым келеді. Қазіргі таңда енді журналистерді даярлау жоғарғы оқу орындарында сәл нашарлау, енді оны жасыратын жоқ. Бізде база Лев Гумилев атындағы университетте бар, Әл-Фараби, Қазақ ұлттық Әл-Фараби университетінде бар. Өзге университеттер енді бір қолдан келгенше тырысып бағып жатыр, бір база, материалдық техникалық базаларын жаңартып, бірақ әлі де болса олар көбіне теорияға көп көңіл бөліп келе жатыр. Практика жүзінде келген кезде, сен теорияны оқисың, теориясыз ештеңе қалыптаспайды. Жас студент келеді, теорияны оқиды, ертең практикаға келгенде ол ештеңе көрсете алмайды. Сол себепті теорияны сәл аздау қылып, практикаға көп көңіл бөлу қажет, менің ойымша. Ертең сен партада отырып лекция жазғанмен, конспект жазғанмен, сен ертең эфирға шыққан кезде сен жер мен көктей айырмашылық. Сол себепті бойды үйретіп, кішкене сол бағытта журналистерді даярлау қажет, менің ойымша. Алдағы 10 жыл ішінде біз өзіміз толыққанды салалық журналистиканы қалыптастыруымыз қажет. Ол біріншіден өте өзекті мәселе. Оған қоса журналистика дамып келе жатыр, бірақ журналистің әлеуметтік мәселесі шетте қалып қойып жатыр. Осы мәселеге де көп көңіл бөлу қажет.
оған қоса материалдық техникалық базалар бізде міндетті түрде жаңару қажет. Өйткені біз көптеген сапарларға шығамыз, ауылдарға шығамыз, ол жақтан ақпарат тарату керек, жылдам. Интернет жоқ. 21 ғасырда интернет жоқ деген ол енді біртүрлі. Сол себепті ақпаратқа жылдам қолжетімділікті арттыру үшін осы мәселелерге баса назар аударып, алдағы 10 жылдың ішінде болмаса, бір 20 жылдың ішінде шешу керек мәселелердің өзектілерінің бірі осы. Ол енді әрине ол жыл сайын қалыптасып келе жатқан мәселелердің бірі, журналистерді сапалы кадр даярлау. Осы техникалық база жаңармай, сапалы кадрларда аса дамый қоймайды.